Бурак досымызды алып, көптен бері сағынып жемей жүрген тағамымыз, түрк тағамы лахмаджунды жеуге шықтық. Осындай 1,5 сағаттық пробкамен Стамбулды білесіздер, өте үлкен пробкамен жүресіз. Кешкісін міндетті түрде осылай келдік. Ең бірінші заказымыз бұл ішілік көфте болды. Іші толған фарш, сырты булгур. Өте дәмді, ыстық күйінде жесеңіздер, осындай лимон сығамыз. Түріктерде барлық тағамға лимон сығып жейді. Барлық не тағам бар, барлығына лимон. Осылай екінші келген тамағымыз бұл чи көфте дейді. Бұл шикі көфте. Бұрын мүлдем ұнатпайтынмын, қазір ұнайды. Лимонымызды сығып жібереміз де, осылайынан орап жіберіп, қазір аузымызға аппетіп жеп аламыз. Өте дәмді. Маған өте қатты ұнайды. Енді келесі біз осылай нанның арасына да, лаваштың арасына да қосып жедік бұл чи көфтені. Өте дәмді. Екінші келесі келген тамағымыз бұл тауық болды. Бұл осылай ыстық нанның арасына қосып алып, бұл тауықты да жеп алдық. Енді 9 штук лахмаджун заказ бергенбіз, лахмаджун көрмегендей. Мен осылай сырмен лахмаджун қатты жақсы көремін. Ыстық күйінде жесеңіз өте дәмді болады. Міндетті түрде Түркияға келген кезде осы тағамдардың дәмін татып көріңіздер. Осылай барлық шөп-шалаңды саламыз. Не шөп-шалаң бар, бәрін саламыз. Ішіне помидорыңыз бар ма, жуаңыз бар ма, бәрін. Осылай 10 минутта пытырлатып жеп тастадық. Сонымен достарымыз күтіп отырған достарымыздың жанына келдік. Осылайынан әңгімемізді айтып, кофемізді ішіп, үйімізге қайттық. Сау бол.